Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұлдыздар және аспан әлемі. Өткен сабағымызда біз аспан әлемі құпиялары бөлімін бастаған болатынбыз. Құрметті оқушылар, мына экрандағы суретке назар аударыңыздаршы. Бұл суретте не бейнеленген? Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл суретте аспан әлемі бейнеленген. Қарап отырсаңыздар, аспанда сан мыңдаған жарқыраған жұлдыздар бар екен. Сонау ерте заманнан бастап аспан әлемі адамдарды қызықтырған. Аспан әлемі жалпы құпияға толы. Аспан әлемінде шоқ жұлдыздар деп аталатын жұлдыздар бар. Шоқ жұлдыздар, олар белгілі бір пішін тәрізді болып келеді. Осы жұлдыздарға қарай отырып, ертеде адамдар өздерінің жолдарын тауып отырған, яғни бағдар алып отырған екен. Мысалы, ежелде теңізшілер кеме бағытын осы жұлдыздарға қарап анықтап отырған екен. Тіпті Қытай императоры өзінің елін осы жұлдыз жорамал арқылы басқарған деген аңыз әңгімелер бар екен. Алға қарай біз сабақтарымызда осы аспан әлемінің құпияларымен танысатын боламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқылым стратегияларын қолданамыз, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқимыз және нақты ақпараттарды табамыз. Екінші оқу мақсаты төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білеміз. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырамыз. Сабақтың бағалау критерийі. Мәтін мазмұны негізінде маңызды ақпаратты анықтаймыз, оқылым стратегияларын қолданамыз. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөздерін ажыратамыз. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырып жазамыз. Оқылым алдында сіздерге мынандай суреттер ұсынып отырмын. Бұл суреттерде жұлдыздар бейнеленген. Шолпан жұлдызы, темірқазық жұлдызы, жетіқарақшы жұлдызы. Яғни, алдағы сіздердің оқып танысатын мәтіндеріңіз осы аспандағы жұлдыздар туралы болмақ. Оқушылар, сіздерге бірінші тапсырма оқулықтарыңыздағы 152-ші беттегі оқылым тапсырмасын мұқият оқимыз. Тапсырманы оқып болғаннан кейін мәтіндегі 4 маңызды ақпаратты кластерге түсіреміз. Бұл жұмыс мынандай дескрипторлар арқылы жүзеге асады. Мәтіндегі 4 маңызды ақпаратты анықтайды, анықталған ақпараттарды кластерге түсіреді. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың екінші оқу мақсатында төл сөз, төлеу сөз, автор сөзі туралы мағлұмат алу керекпіз. Төл сөз дегеніміз не, төлеу сөз дегеніміз не, автор сөз дегеніміз не? Бұл ережелермен сіздер өткен сабақта танысқан болатынсыздар. Сонда да қазір қайталап есімізге түсіріп алайық. Төл сөз дегеніміз біреудің сөзін ешбір өзгеріске ұшыратпай, үтір нүктесіне дейін дәл сол күйінде жеткізу. Төл сөзге мына өздеріңіз көріп отырғандай, мынандай мысал келтірілген. Абай қазақ елінің мақтанышы, елдің қазақы келбетін танытатын ірі тұлғасы, деді мұғалім. Бұл жерде мұғалімнің Абай туралы айтқан пікірін ешқандай өзгеріссіз дәл сол күйінде жеткізіп тұр. Сондықтан бұл төл сөз болады. Төлеу сөз дегеніміз не? Төлеу сөзде сөйлеушінің өз сөзінің ішінде басқаның сөзін өзгертіп, тек қана жалпы мазмұнын ғана сақтап жеткізеді. Мысалы, манағы айтылған төл сөзімізді төлеу сөзге былай деп айналдыруға болады. Ұстазымыз Абайдың ұлы ақын екендігі туралы және елдің ұлттық
келбетін танытатын ірі тұлғасы екендігін айтты. Бұл келтірілген мысал төлеу сөзге жатады. Автор сөзі осы екеуінде басқаға жеткізіп түсіндіріп беретін сөз. Мысалы, деп толғана сөз бастады ұстазымыз. Бұл жерде автор сөзі болады бұл. Келесі мысалда, көңіліміз кешеден бері толқып отыр. Өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілді. Баламыз аман есен шықты, деп көз жасын сүртті. Бұл жердегі автор сөзі деп көз жасын сүртті және ажар деген сөздер автор сөзі болып табылады. Олай болса, оқушылар, сіздерге мынандай тапсырма ұсынғалы отырмын. Бірінші тапсырма. Берілген сөйлемдердің ішінен төл сөзді, төлеу сөзді және автор сөзін сәйкестендіріп, төл сөзді төлеу сөзге айналдырасыздар. Дескрипторлары мәтіннің ішінен төл сөзді, төлеу сөзді және автор сөзін сәйкестендіреді. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырады. Мәтін емес, оқушылар жаңа сіздерге қазір кесте ұсынылады, сол кесте бойынша. Ол кесте мына экранның бетінде көрініп тұр. Мына жерде төл сөз, автор сөз, төлеу сөздер берілген. Сіздер соны тек сәйкестендіре қоясыздар. Бірінші, аспан бізді қоршап тұратын ауадан тұрады. Бірақ басты шалқайтып көкке көз тіксек, жүзін бұлт торламаған ашық аспанның түсі көк екенін көреміз деді Олжас. Мұғалім бізге табиғат күйінің құбылысын алдын ала танитын адамдардың болатынын айтты. Үшінші, Олжас күннің шапағы қызыл, сары, жасыл, көк, қою көк секілді түрлі түсті болады деп жауап берді. Міне осыларды сіздер сәйкестендіре қоясыздар. Оқушылар, осы тапсырмаларды орындап, бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды WhatsApp желісі арқылы маған кербаяныз бере қойыңыздар. Немесе тапсырмаларды Google Class курсында орындауларыңызға болады және сонда орналастырасыздар. Үйге тапсырма оқулықтағы 153-ші беттегі 7-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша жұлдызшылық қасиет тақырыбында шағын мәтін құрап жазасыздар. Мәтін ішінде төл сөз бен автор сөзін қолданасыздар. Сонымен қатар оқушылар, бүгінгі жаңағы кері байланыс ретінде сабаққа дейін не білдіңіздер және сабақтан кейін не білдіңіздер. Соны да маған қосымша жазып жібере қойыңыздар. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.